Армысыздар, құрметті отандастар. Бұл видео қазақ деген сөздің мәні мен мағынасына байланысты алдыңғы видеоға қосымша ақпарат ретінде дайындалған видео болып табылады. Сондай-ақ бұл видеоны осындай бір еркін форматта шығаруға шешім қабылдап отырмыз. Сол себепті де көрермендерімізбен сұхбат ретіндегі шығарылған видео деп те қарастыруға болады. Бұл видеода біз келесі тақырыптарды қарастыратын боламыз. Бірінші тақырыбымыз қазақ сөзінің мағынасы, яғни қазақ деген сөз үлкен топтан бөлініп шыққан кіші топты білдіретіні жайлы ақпаратты біз не үшін қабылдауымыз қажет? Бұл тұжырымға көптеген көрермендеріміз қарсы болған болатын. Сол себепті осыған жауап беріп өтеміз. Екінші мәселе, Түркістан сөзіндегі стан сөзі парсының сөзі ме? Міне осы жайлы жауап беріп өтетін боламыз. Ал үшінші мәселе, араб-құл термині. Комментарияларда араб-құл деген сөзді көп оқимыз. Мысалы, араб кітаптарынан деректер келтірген жағдайда немесе бір адам араб сөзін қолдана қалса, ондай адамды сен қазақ емессің, сен араб-құлсың деп айтатын жағдайлар көп кездесуде. Міне осы видеода осы мәселе бойынша да біз қысқаша жауап беріп өтеміз. Және ең соңғы тақырып, бұл біздер көне түркі жазуынан айырылып қалғанымыздың зияндары мен салдары жайлы болмақ. Ал енді бірінші тақырыбымызға оралайық. Алдыңғы видеолардың астындағы комментарияларда көптеген отандастарымыз бізді араб-құл деп айтқан болатын. Енді осы бір мәселеге жауап беруден бұрын сіздердің назарларыңызды мына нәрселерге қаратайын. Қазақ сөзінің түбірі әсілінде араб сөздігіне барып тірелмейді. Керісінше ол көне түркі тілінен парсы араб сөздігіне еніп, кейіннен араб сөздігінің құрамында сақталған сөз ретінде қарастыру қажет. Көне түркі жазуының жойылуымен біз көптеген нәрселерден айырылдық. Өкінішке орай енді осы қазақ деген сөздің мағынасын басқа ұлттардың сөздігінен іздеуге мәжбүр болып отырмыз. Видеоларымыздың бірінде Түркістан сөзінің шығу тарихы жайлы да айтқан болатынбыз. Ол видеоның астындағы комментарияларда да біраз адамдар Түркістан сөзіндегі стан деген сөз парсының сөзі. Сол себепті Түркістан атауын өзгерту керек деген сияқты өте қате, дұрыс емес ойларды, пікірлерді жазған екен. Осы орайда көрермендерімізді саналы пікір қалыптастыруға шақырамыз. Сондай-ақ комментарияларда ойға келген нәрсені жаза бермеуге де кеңес береміз, құрметті ағайындар. Себебі нақты білмеген ақпараттарды айту арқылы көптеген адамдардың санасында қате пікір қалыптастыру мүмкін. Ал енді Түркістан сөзіндегі стан сөзіне оралайық. Бұл сөз де көне түркілердің сөзі болып табылады. Және де өлке, өңір, ел, мемлекет деген мағыналарды білдіреді. Алдыңғы видеоларымызда айтқанымыздай, түркілердің ең алғашқыдағы мемлекеттің атауы Түркістан еді. Оны түркілердің атасы Жапастың ұлы түрк құрған болатын. Міне, қаншама мың жылдар алдыңғы құрылған Түркістан мемлекетінің атауы біздің замандарымызға дейін жетіп келіп отыр. Сол дәуірлерден бастап, бұл сөз түркілердің сөздік құрамында келе жатқан сөз болып табылады. Және де ел, мемлекет деген мағынаны білдіреді. Міне сол себепті де көптеген түркі халықтарының елдері осы стан деген сөзбен аяқталады. Мысалы айтатын болсақ, Башқұртстан, Қарақалпақстан, Татарстан, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан және тағы да басқа деген сияқты мемлекеттер. Ал енді парсыларға келер болсақ, олар ешқашан өз елдерін, яғни мемлекеттерін Иранстан немесе басқа стан деп атаған емес. Егер бұл сөз Иранның, парсылардың сөзі болған жағдайда, олар өз мемлекеттерін міндетті түрде осы стан деген сөзбен атайтын еді. Соған сәйкес, олар өз мемлекеттерін Иран деп атайды. Сондай-ақ тарихи кітаптарда Иран зәмин деп келетін ақпараттар да көп кездеседі. Ал енді араб-құл деген тақырыпқа тоқталайық. Жалпы тарихқа назар салар болсақ, ежелден түркілер мен парсылардың өңірлік үстемдік орнату бойынша өзара бәсекелестік пен қақтығыста өмір сүргенін көреміз. Уақыт өте келе парсылардың үстемдігі бәсеңдеп,
ислам әлемінің өркендеуі мен арабтардың мерейі құша бастаған тұста парсылардың сөздерімен бірге енді арабтардың да сөздері біздің, яғни түркілердің сөздеріне етене ене бастады. Солайша Шыңғыс ханның дәуірінің өзінде-ақ қазіргі қазақ даласының оңтүстік аймақтарында араб-парсы сөздері түркілердің күнделікті қолданыстағы сөздерін едәуір ығыстырып, түркілердің өздері араб-парсы сөздерін араластырып сөйлейтін хәлге жетті. Бұл жағдайларды Мұхаммед Қашқаридың Дивани Лұғат ат-Түрк атты кітабынан да байқауға болады. Енді бұл сөздермен біздің айтпағымыз не? Қазіргі таңда қазақ қоғамында мынадай әңгімелерді көп естіп жатамыз. Қазақтар өздерінің ұлттық кодынан айырылуда. Ұлттық санасы күннен күнге жойылып, арабтардың діні түркілердің дінін түбегейлі ауыстырды. Енді арабтардың тілі, әдет ғұрпы мен дәстүрі қазақтың барлық құндылықтарын ығыстырып, солайша қазақтар арабтарға саналық тұрғыда, идеологиялық тұрғыда құл болып кетуде деп айтуда. Енді осы жағдайлардың қаншалықты дұрыс немесе бұрыс екенін қарастырып көрейік. Ең алдымен біз бабаларымыздың ислам дініне өз еркілерімен келгенін білеміз. Сол себепті бабаларымыздың жолын жалғастырушылар ретінде біз ислам дінінің жібінен мықтап ұстағанымыз жөн. Ал енді салт-дәстүрге келер болсақ, салт-дәстүрдің екі түрі болады: озық салт-дәстүрлер және тозық салт-дәстүрлер. Руханияттың шеңберінен шығып кеткен, тозығы жеткен дәстүрлерді көненің қойнауына жіберуіміз керек. Ал енді озық дәстүрлерге келер болсақ, мұндай дәстүрлерімізді бекем ұстанып, оларды ел ішінде барынша дәріптеп, нығайтуымыз қажет. Біздің қазақи салт-дәстүрлерімізді өзге ұлттардың салт-дәстүрімен ауыстыруға мүлде болмайды. Мейлі ол арабтың салт-дәстүрі болсын, мейлі ол парсының немесе өзге ұлттардың салт-дәстүрлері болсын, біз өзіміздің ұлттық санамыз бен ұлттық мүддемізді сақтап қалу үшін өзіміздің қазақи салт-дәстүрімізді нық ұстануымыз қажет. Ал енді тіл мәселесіне келейік. Қазіргі таңда қазақ сөздігінде мыңдаған арабтар мен парсылардың сөздері бар. Бұл сөздер қазақтардың күнделікті сөз айналымына соншалықты қатты еніп кеткенінен, көпшілік отандастарымыздың өздері де қай сөздер арабтікі, ал қай сөздер түркілердікі екенін біле бермейді. Сол себепті арабтардың бір-екі сөзін пайдаланып қолданғаны үшін адамды арабқұл деп айту орынсыз деп есептейміз. Мысалы ретінде мына сөздерді алып қарастырайық: тарих, әдебиет, мәдениет, тәрбие, емтихан, пән, сәлем, сапар, қазына, әдет, әлем, қабілет, қанағат, мағлұмат, мәжіліс деген сияқты сөздерді көптен көп келтіруге болады. Енді осындай сөздерді қараңыздар: мемлекет, мектеп, ғылым, үкімет деген сияқты сөздерді қараңыздар. Мысалға, ғылым деген сөздің өзі арабтың илм деген сөзінен алынған. Үкімет деген сөздегі де, үкім деген сөздің өзі де хукм арабтың сөзі. Үкімет деген де арабтың сөзі. Осындай арабтың сөздігінен қазақтың сөздігіне еніп, етене араласып кеткен сөздер өте көп. Енді осы орайда бір мысал келтіріп көрейік. Енді осындай сөздерді сіздер де қолданатындарыңыз анық. Күнделікті айтып жүресіздер. Ондай жағдайда сіздер де арабқұл болғандарыңыз ба? Міне осындай сұрақ қойсақ, егер де адам арабтың сөзін қолданғаны үшін ол қазақ емес, ол арабқұл болып қалатын болса, осы жоғарыда айтылған сөздерді күнделікті қолданып жүрген адамдардың барлығын арабқұл деп айтуымыз қажет болады сонда. Міне сол себепті де қазіргі таңда қазақтың сөздігінде араб пен парсылардың мыңдаған сөздіктері бар. Сол себепті арабтардың сөздерін қолданған үшін адамдарды арабқұл деп айту мүлде орынсыз деп есептейміз, құрметті ағайындар. Енді осы орайда видеомыздың соңында осындай формат сіздерге ұнады ма? Алдыңғы уақытта осындай сұрақ-жауап сияқты видеолар түсірген дұрыс па? Осы жағдайларға өздеріңіздің пікірлеріңізді білдірсеңіздер.